Қойдың жүнінен саған көпеше тығу тәсілін үйретейін. Бұл қолымдағы бүгін қырқылған қойдың жүні. Ең бірінші қойдың жүнін жақсылап сабап аламыз. Шаң тозаңнан арылту үшін сабап, әбден жұмсарғанша сабаймыз. Міне қызым, жүнді сабап алып, енді әдемі әппақ ұлпадай етіп жұмсақ қылып түтіп аламыз. Саған арнайлап тігілген құрақ көрпешемізге ішіне салып көрсетейін. Осыны екеулеп көрпешемізге салайық. Қызым, көрпешеміз дайын. Енді жиегін шектеп тігеміз, көктеп тігеміз. Қызым, саған жасалған көрпешеміз дайын, тігіп болды. Енді жиек деме ұштарын шығарамыз. Көрпешеміздің ортасы ортаға қарай көшіп кетпеу үшін ортасынан 2-3 жерден көктеп тігеміз. Міне қызым, өзіңе жасалған құрақ көрпешеміз дайын. Енді қызым, өзіңе айтарым, осы үйреткен нәрселердің барлығы жадыңда жүрсін, жадыңда сақталсын. Қазағымыздың салт дәстүрін ұмытпайық.